Сәлем, адам ағзасы арнамызға қош келдің. Бүгін картоптың емдік қасиеттерін айтатын боламыз. Картоптың құрамындағы ақуызда адам ағзасына пайдалы амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі екен. 300 грамм қайнатылған картопта бір тәулікке жетерлік көмірсулар бар. Сонымен қатар 100 грамм жаңа піскен жас картоптың бойында 20 миллиграмм С дәрумені болады екен. Сондай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке дауа болады. Аяқ пен қол ісінген жағдайда картоптың қабығын ашып, өткіштен өткізіп, картопты ісінген жерге жағып, 15-20 минут сыртын сүлгімен орап жата тұрыңыз. Егер гипертония болса, қабығымен қосып пісірілген картоп жесеңіз, керемет ем болады. Остеохондроз дертінде картоптан дайындалған компресс ауырсынуды басады. Ол үшін үккіштен өткен шикі картопты ауырған жерге таңып 1 сағат ұстайсыз. Асқазан қыжылында, жүрек айнығанда, бас ауырғанда балғын картоп шырынын ішіңіз. Қайнаған картопты тіпті асқазан жарасымен ауырған кезде де жеуге болады. Сондай-ақ картоп крахмалы холестерин мөлшерін азайтып, калийдің көмегімен ағзадағы артық суларды сыртқа шығаратын да қасиетке ие. Сондықтан да жүрегі мен бүйрегі ауыратын жандар тамақтану рационына картопты кіргізіп қоюы керек. Басқа көкөністерге қарағанда картоптың калориясы жоғары. Сол себепті де арықтағысы келетіндер болса, картоп жеуді азайтқаны дұрыс. Халықтық медицинада картоппен күйген теріні, қышыманы емдейді. Сол үшін шикі картопты үккіштен өткізіп, оны күйген жерге таңып қояды. Сонымен қатар жоғарғы тыныс жолдары қабынғанда қайнаған картоптың буымен емделуге болады. Ал көмей мен жұтқыншақ қабынғанда шикі картоп шырынымен тамақты шаяды. Картоптың жаңа сығылған сөлін тамақтан 2 сағат бұрын жарты стаканнан ішесіз. Шамамен 5 минуттан соң 1 стакан айран ішу керектігін ұмытпаңыз. Егерде сіздің қан қысымыңыз жоғары болса, қайнап піскен картопты көбірек жеңіз. Ал ағзадағы шлактардан арылу үшін шикі картоп шырынына сәбіз бен балдыркөк шырынын қосып ішу керек. Остеохондроз кезінде ауруды басу үшін шикі картопты үккіштен өткізіп, балмен қосып компресс жасасаңыз, өзіңізді жеңіл сезінесіз.